Былтырғы жылдың күзінде ғана осы көшеде тегіс тас жол жатып, көлік қозғалысы тоқтамаған еді. Бірақ осымен 6 айға жуық уақыттың ішінде шұрық тесікке айналып үлгерген. Ал күн жылыса халық мынау үлкен шұңқырға айналама деп қорқады. Начало все обваливаться, щиты потом поставили уже. Вся земля проваливается по новой. Тұрғындар жол жырының қазан айынан бері жалғасып келе жатқанын айтады, бірақ содан бері жолды ретке келтіреміз деп ешкім төбе көрсетпеген. Никто не приезжает, никто ничего не говорит. Мына көшеде не болатынын ешкім білмейді. Ішінара жолды тегістеп қана кетеді. Зардабын біз жеке сектордың тұрғындары шегіп отырмыз. Бұл көшенің қазіргі жағдайы тіпті қиындап барады. Өйткені үстіне өтетін жеңіл және жүк көліктері де жолдың жағдайын нашарлатқан кесірінен әр жерде ойықтар күннен күнге үлкейіп, қолайсыз жағдай тудырып барады. Вот у нас стоят здесь. Шұңқырлар пайда болғаннан кейін үстіне құмды әкеп төсей береді. Көшедегі жол баспанамыздан да биік болып кетті. Қар ерітінді сағатын арықтарда жабылып қалған соң үйімізге ағады. Жоспар бойынша бұл жерден оңтүстік кәріз коллекторының 1 шақырымы өтуі керек екен. Ақжағалылар бас мердігер Казедем Груп компаниясы өткен жылы жұмысты аяқтауға қауқарсыз болғанын айтады. Онысын ауа райының құбылмалылығымен байланыстырып отыр. С августа месяца. Былтыр тамыз айында басталған жұмысты сәуірде қайта жалғастырамыз. 700 миллион қаражат бөлінді. Түгелі қайта жөнделеді. Жол тек жаздың соңында, бірақ түгел қалыпқа келеді. Бірақ шенеуніктердің жауабы халықтың жүрегіне жылу ұялата қоймады.